Сәлем достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Алдымен баршаңызды еліміздің ұлттық мерекесі Республика күнімен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт және ашық аспан тілейміз. Ал біз бағдарламамызды бастаймыз. Бізге Асқар Асланбек есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Әскери кафедрада оқу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу маңызды ма деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Әскери кафедраға қабылдау екінші курста жүзеге асырылады. Сол себепті ұлттық бірыңғай тестілеу ұпайы маңызды емес. Ол жерде сіздің оқу үлгеріміңізді көрсететін GPA-ға мән беріледі. Әскери кафедраға қабылдау үшін GPA 4-5 балдан төмен болмауы керек. Келесі сауал. D1-5 U парашютінен секіру орындасам, парашютист белгісін тағып жүре аламын ба деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы парашюттік десанттық даярлық бойынша төсбелгіні парашюттік десанттық даярлықтан өткен әскери көлік ұшақтарынан және армиялық авиация тік ұшақтарынан белгіленген парашютпен секіру нормаларын орындаған әскери қызметшілерге беріледі. Әскери киім нысандарында тек белгіленген төсбелгілерді ғана киімге тағып жүруге жол берілген. Егер сізде парашюттен секіргеніңізді растайтын құжат болса, онда сіз бұл төсбелгіні азаматтық киімге тағып жүруіңізге болады. Келесі Индира Қасымхан есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Жұбайым Алматы қаласында әскери қызмет атқарады. Біз тұрғын үй төлемдерін пайдаланып, Шымкент қаласынан үй алып, біраз уақыттан соң Шымкентке ауыссақ, бізге қай қаланың тарифімен тұрғын үй төлемдерін төлейді деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Тұрғын үй қатынастары туралы заңның 101-2 бабы 5 тармағында көзделген негіз бойынша бір жылғы тұрғын үй төлемінің мөлшері әскери қызметші қызмет өткеріп жатқан Қазақстан Республикасының тиісті өңірімен есептеледі. Сіздің жағдайыңызда Шымкент гарнизонымен есептелетін болады. Бүгінге осы жүрегіміздегі туған үйімізге деген жылу ешқашан сөнбесін. Туған жерге деген сүйіспеншілігіміз еліміздің өркендеуі үшін жаңа жетістіктерге жетелей берсін. Олай болса, бүгінгі бағдарлама аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.